UFC ұзақ уақыт бойы әлемнің ең үздік лигасы болып келеді. Миллиондаған жасөспірімдер мен жауынгерлер осы промоушенде төбелесуді армандайды. Дәл қазір қазақстандық жауынгерлер UFC лигасына бірінен соң бірі қосылып келеді. Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев, Сергей Морозов және де Азат Мақсумдардың көрсеткен жекпе-жектерінің арқасында батыс елдері біздің жауынгерлерімізге көңіл аудара бастады. Сіздермен бірге Азамат MMA арнасы және де бүгін біз топ 5 UFC-ге қосылуы мүмкін қазақстандық жауынгерлер жайында сөз қозғайтын боламыз. Айтып кететін жайт. Бұл видео біздің субъективті, яғни өзіміздің ойымызша жасалған. Егер де сіздер біздің топпен келіспесеңіздер, комментарийге өз жауынгерлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Сонымен қатар біздің Азамат MMA телеграм арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы арнада қазақстандық және де әлемдік MMA мен бокс жаңалықтар салынып отырады. Және де көбісі UFC турнирлерін қайдан қарауға болады деген сұрақтар қояды. Осыған жауап біздің телеграм каналымыз. Сол жерде сіздер таза қазақ тіліндегі комментаторлармен UFC-ді тікелей эфирде көрсеңіздер болады. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қандай тақырыпқа видео шығарайық, комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Біздің топты ашып отырған Әліби Эдіріс, Қазақстанның ең үздік командаларының бірі, еркін күштен шыққан жауынгер. Дәл қазір 8-0 рекордына ие. Жергілікті Найза лигасының аса жеңіл салмағының экс-чемпионы, себебі чемпиондық белбеуін 2 рет қорғап, командаласы үшін босатып жіберген. 28 жастағы Әліби дәл қазір 57 кг салмақтағы ең үздік қазақстандық жауынгерлердің бірі. Жарты жыл бұрын Найза лигасының президенті Нұрбек Қарабал ағамыз Әлібидің UFC-ге кіріп қалуы мүмкін деген сыбыстар айтқан болатын. Ең қызығы, Әліби ақтөбелік болғасын, UFC-де өнер көрсеткен Жалғас Жұмағұлов пен Сергей Морозовтың қасында бірге жаттығып, өз деңгейін көтеріп келеді. Кәсіпқой мансабы басталмас бұрын әуесқойлар арасында рукопашный бой және де панкратионнан біраз рет чемпион атанған. Біраз уақыт бұрын әлемнің екінші промоушені Беллатор лигасы аса жеңіл салмақ дивизионын қосқан еді. Сондықтан Әліби UFC-ден бұрын осы Беллаторға қосылуы мүмкін. Батырымызға сәттілік тілеп, алдына қойған мақсатын жетуін қалаймыз. Келесі орында Жасұлан Әкімжан. Жартылай жеңіл салмақ дәрежесінде өнер көрсететін батыр бауырымыз кәсіпқой мансабында 9-2 рекордына ие. Біршама рет рукопашный бой және де панкратионнан әлем чемпионы атанған. Өте әдемі төбелес тәсілін көрсететін Жасұлан жекпе-жектердің 85%-ын уақытан ерте аяқтайды. Күресі де жақсы дамыған, соққылар да ауыр. Әмбебап жауынгер. Кей кездері жекпе-жегін қарасаң, тағы бір батырымыз Шавкат Рахмонов төбелесіп жатырған секілді. Осының арқасында Жасұлан дәл қазір Қазақстанның ең үздік әрі мықты жауынгерлерінің бірі. Ұзақ уақыт бойы ресейлік AMC Fight Nights Global және де Хабибтің Eagle AFC промоушендерінде жекпе-жектер өткізіп, чемпиондыққа басты үміткер болып келеді. Біраз уақыт бұрын Жасұлан Әкімжан әлемдік First Round менеджерлік компаниясымен келісімшартқа отырып, американдық лигаларда өнер көрсете алады. Біздің ойымызша, алдымен Жасұлан Беллатор немесе де PFL промоушендерінде жекпе-жек өткізіп, UFC-ге қосылуы мүмкін. Топымыздың қола жүлдесін Бекзат Алмахан алып отыр. 57 кг салмақта өнер көрсететін Октагон лигасының чемпионы. Дәл қазір 16-1 рекордына ие. Және де ең қызығы, өткізген жекпе-жектердің 95%-ын уақытынан ерте аяқтайды. Яғни нокаутпен немесе де сабмишнмен. Мансабын 2017 жылы бастаған Бекзат кезінде әуесқой деңгейде қазір UFC жауынгері жерлес батырымыз Сергей Морозовты жеңген еді. Ал Сергей Морозов дәл қазір UFC-дің жеңілдеу салмағында өнер көрсетіп 3-2 рекордымен келе жатыр. Бекзат Алмахан таза өзімізден шыққан отандық өнім. Оның менеджері барлығымызға таныс Нураддин Сыдықов ағамыз. Біраз уақыт бұрын Азат Мақсумды UFC-ге дейін жеткізген еді. Енді кезек Бекзат Алмаханда. Дәл қазір Бекзат Алмахан UFC матчмейкерлермен келісім сөздер жүргізіп жатыр. Сондықтан жақын уақытта тағы да бір бауырымызды UFC ростерінде көрерміз. Келесі орында Eagle FC промоушенінің жартылай ауыр салмағындағы чемпионы, бірде-бір рет жеңілмеген Диар Нұрғожай. Панкратион бойынша әлем чемпионы дәл қазір 8-0 рекордына ие. Tubet Top Team командасының жауынгері Ресейдің мен деген спорт шеберлерінің доминантты түрде жеңіп, Хабиб Нурмагомедовтың қолынан Eagle FC чемпиондық белбеуін алған болатын. 2022 жылдың соңында Диар барлығымызға таныс Саят Абдрахманов бауырымыздың Ruby SE менеджерлік компаниясымен келісімшартқа отырды. Біраз уақыт бұрын Tubet Top Team командасының негізін қалаушысы Диас Қабдуов сұхбатында Диар Нұрғожай UFC матчмейкерлермен келіссөздер жүріп жатыр деген болатын. Примерно в июле месяце он будет турнир Dana White Contender, где Диар в Лас-Вегасе, да, где Диар
идут переговоры о его участии в этом турнире на 93 килограмма. Уже есть соперник? Нет, соперника нет, но пока ведутся переговоры насчет этого. То есть в июле на шоу Дана Уайт он уже может появиться? Да. Сонымен қатар Диярға UFC 283 турнирінде аз күннің ішінде жарақат алған жауынгерді алмастыруға ұсыныс түскен болатын. Алайда салмақ түсіруге мүмкіндік болмағасын жекпе-жектен бас тартқан. Дегенмен әлі күнге дейін UFC компаниясымен келіссөздер жүріп жатыр. Сондықтан осы жылдың соңына дейін Дияр Нұрғожайдың UFC-дегі дебютын көріп қалармыз. Топымыздың бірінші орнына көшпей тұра арнайы экстра орынды қосымыз келіп отыр. Бұл жерде Магомед Кабардиев, дағыстандық жауынгер, Қазақстан еліне 2015 жылы көшіп келіп Астана қаласында тұрады. Магомедтің азаматтылығы жайында толық ақпарат жоқ. Алайда жекпе-жектерге Қазақстан туымен шығады. Сондықтан Магомедті осындай экстра орынға қойып отырмыз. Жеңіл салмақ, яғни 70 кг дәрежесінде өнер көрсетіп, Найза лигасының чемпионы Магомедтің төбелес тәсілі, жерлесі дағыстандық ниндзя Забит Магомедшариповке ұқсайды. Себебі екеуінің төбелес базасы Ушу сайында. Сол үшін өте әдемі төбелес тәсілін көрсетеді. Тек бір ғана мәселе бар. Бұл американдық виза. Соның кесірінен Кабардиевтің UFC-ге қосылуы тоқтатылып тұр. Дәл қазір ресейлік Наша Дело Промоушенде өнер көрсетіп жатыр. Жеңіл салмақтың гран-приінде финалға шығып, бірінші қыркүйекте жекпе-жек өткізеді. Сондықтан сәттілік тілейміз. Және де топымызды басқарып отырған Сора Рахмонова. Шавкат Рахмоновтың туған қарындасы дәл қазір 4-1 рекордына ие. Сораның жалғыз жеңілісі Шавкаттың айтуы бойынша жекпе-жектің бірден рукопашный бойдан әлем біріншілігінен кейін алғаны. Себебі аз уақыт ішінде өзінің үздік күйіне шыға алмады. Дегенмен Сора Рахмонова айтып кеткен рукопашный бой және де панкратионнан әлем чемпионы. Дәл қазір Сора Рахмонова UFC-ге кіру үшін Дана Уайттың үміткерлер сериясында төбелеседі. Оның жекпе-жегі 26 қыркүйек Лас-Вегас қаласында өтеді. Оған қарсы тұратын Эрнесто Карнецкайта деген литвалық жауынгер. Егер де осы жекпе-жекте жеңіске жетсе, Сора UFC-мен келісімшартқа отырады. Сондықтан қарындасымызға сәттілік тілейміз. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Қалай ойлайсыздар, келесі болып UFC-ге қай қазағымыз қосылады? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сонымен қатар міндетті түрде біздің Telegram арнамызға қосылуды ұмытпаңыздар. Және де видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы сау саламатта көріскенше сау болыңыздар.